способный, но ленивый, ма? Кто? Вот он. Нағыз ше? Білмеймін. Примерно. Пока зерттеу керек деп қойсын. Примерно какая она? Байдың қызы сияқты болып отыр ғой деп. Байдың қызы болды ғой деп. Байдың. Әйтеуір ағасын мақтап қалу керек болып тұр ғой. Ағасы не қатысы бар? Жоқ ой. Дайсон кетті. Дубай кетті. Парашют кетті. Кетті, короче, бәрі. Енді байдың қызы болды ма енді? Болды ғой. Құтты болсын. Маңыз құттықтаймын. Құттықтасы тілек. Неге үйтіп айдап отырсың? Неге үйтіп айдап отырсың? Жаңа не деп айқайлап отқан едің? Бірдеңе деп. Қан мырза! Айтарың ба? Қан мырза! Өйстіп арасында осындай бірдеңелер айтып тұрады, түсінбеймін. Қаяқтан шығарып алатынын. Аңға қыздар ғой, ше құтырып машина дейін. Көрсем ба? Қайтып. Мен қайтып айдайтынды көргің келе ме? Теп ше? Қайтып айдайтынды көргің келе ме? Қалай айдайсың? Машина айдай аласың ба? Айдаған мені, бірақ одан кейін қанша уақыт өтті айдамағанмын. Машина айдадың, сол машина ұйықтатып жүрдің, айдамадың дейсің ба? Жоқ, ұйықтатқан жоқпын. Ұйықтатайын деп қалдың ғой, короче. Айдатып көрсе енді. Шалайым айдырайын. Жаралған жүрегім, шын тілегім, шырқай бер тілегім, тыңдап қалма, сүйсең сүйем, күйсең күйем, ләззат алам тыңдасаң сен менің жанымды. Ма сондай, короче, примерно. Өтірік айтып жүрген жоқсың ба не? Кішкене. Иә, өтірік кетіп қалды. Иә, кішкене. Өзім қосып беретін бар еді. Иә. Просто если мен тура сол айтатын болсам, ешқандай различие болмайды да. Если кішкене свое нужно добавлять по-любому. Нужно вкладывать душу, понимаешь? Душу. Енді. Точь в точь айтуға болмайды дейсің ғой. Конечно. Жоқ, мен мына жерде отырмай отырмын артында вообще. Все бастықтың әйелдері артында отырады ғой. А сіз сонда водитель болып отырсыз ба не? Здравствуйте, желаете кофе, чай или что-то еще? Ну, су ғана көріп тұрмын ғой. Осыған шүкіршілік еді. Онда не алмайды. Ал келдік балық жеуге. Хамон мен Диана екеуінің хабарларын біліп, біз жоқта. Біз, представляете, Дианаға айтамыз ғой. Хамонмен бірінші жүріндір кеттік Египетке дейміз ғой. Хорошо, что Диананы алып кетпедік. Сол кезде Дианада не болды сізде? Кішігірім мен толғақ болып қалды ма? Құдай қарасқан ғой, сол кезде бармай қалғандарын күшті болды. Негізі шайып ойлаңыз, Египетте Диана толғатып жатса, біз не боламыз, бәріміз тайын деп тұр қой Қазақстанға. Қанша болса да билетін ал. Сонымен енді бұйырса енді аман сен жақсы, шүкір жүр. Баймыз ғой Египетте болсаң Вообще Египетте. Отшы, мен саған айтайын, одан да Қазақстанға жетпейді, Қазақстан болсаңға жетпейді. Врачтары, обслуживание біздің өз еліміз. Босансаң, Америкада босансаң, понимаю. Зачем Египет вообще не стоит? Самолет аспанда босансам ой ма? Өзімді бау жер келдік, аңсап жатыр мына жерде. Өзі сондай. Еще екі қабаттарда негізі сондай кішкене болады. Қаншты таң қалма. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? Аптаның басы баршаңызға сәттілікке толы болсын. Мен де бұйырса осы аптаның соңында Шымкентте өзімнің жеке акустикалық кешім өтейін деп жатыр. Қазір толықтай видео салатын боламын. Шымкентте қалай алу керек, қалай есту керек, қалай орын брондау керек, билет бойынша барлығын келесі видеоға салам. Шымкент қаласының жастары, тұрғындары, қапы қалмаңыздар. Шымкент күт. Сіздің көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Көңіл күйіңіз түсіп қалған жоқ, күшті, иә? Болашақ күйеуіңіздің қандай мамандық иесі болғанын қаламайтын едіңіз? Электрик.
Мен өзім бар еді негізі қазір есіме шығып тұр осы мамандық болмайды деген сияқты. Не болған қаламайды, әнші сондай бірдеңе өнер жолында негізінде қаламайды. Өнер жолында жүрген. Өнер жолында именно әнші болған деген. Ән айтпайтын болсын ба бүгіннен бастап? Тәуіржан ән енді басталайын деп жатқан карьерасын тоқтатты деп хабарлама келіп тұр ма? Негізі айтамын да, просто сонда қаламайтын ем деген сияқты. А так, көп қой негізі мамандықтар, шынымен де жігітке сай емес. Биші, шынымен де биші де мастер тебе ғой, түрлі көрінеді өзімде. Көп негізі, көбісі қазір смет жүрмей қайтады. Қайырлы кеш баршаңызға, қалайсыздар? Эфирден шыққаннан кейін сіздермен дұрыс әңгіме айтқым келіп тұр. Себебі білесіздер, мен көп былай сөйлеп шыға бермеймін, уақытында бола бермейді, энергиям бола бермейді. Маңызды нәрселерді ғана айтамын. Кеше күшті демалыс болды, Қайындыға бардық, Көлсайға бардық, Шарын шатқалына бардық. Енді ауа райы әртүрлі болды, біресе желді, біресе ыстық, біресе кәдімгідей жаңбыр құйды. Бірақ сол бір нәрселердің ешқандай білмеуіне сіздердің хаттарыңыз, сіздердің ұсыныстарыңыз кәдімгідей күшті маған поддержка болды. Bir жағынан оқимын да, енді 500 кісі жарнамаға байланысты жазған екен да, мен осындай кәсібім бар деген сияқты. Арасында тіптен енді ашқандар бар да, енді подписчиктер әлі көп емес, оқырмандары көп емес. Сонда да тәуекел етіп, жоқтан бар жасаймыз, кәдімгідей Аллах тағала береді деп тәуекел еткен кісілерге андай риза болып қалдым, мотивация болды да маған. Ассалаумағалейкум достар. Міне. Бүгін бір емес, екі бірде қойдың басын жағын айыр жіберейін деп жатырмыз. Тоқай досым бар. Қалай досым, көңіл күй жақсы ма? Жұмыс қалай болып жатыр? Крышамыз қалай болып жатыр? Соска. Сіздің қолдан шыққан крыша қалай болады досым? Ой, ертең көресіңіз қалай. Біткесін, нәтижесін көрсетеміз Алла қаласа осы жігіттің қолынан. Міне, Сұлтан бар мына жақта, ас болсын. Сұлтаке, қалай? Сіздің үйіңіз ғой, қалай? Ощущение қалай болып жатыр? Үйге ұқсап жатыр ма? Мына жақта Ереке, жаным әшейін, ассалаумағалейкум. Қалай Ереке, көңіл күй жақсы ма? Алтын жігіттің айналайын. Кел тамаққа. Ерекенің бас жесін деп бүгін басап келдім міне. Сұрайсыздар ғой, осы жұмысшыларға тамақ әпересіз бе? Мен жұмысшыларға қойдың басын лагман, мантысымен ошын қандай жақсы тамақтар бар, соның бәрін әкеліп беремін. Құнарлы жігіттер қарны ашып қалмасын, жұмыс істесін. Адамның қарны тоқ болса, көңілді тоқ болады, жұмыс та жақсы болады. Сол үшін бірінші очередь біз тамаққа көңіл бөлеміз. Қалайсыздар? Қайырлы күн баршаларыңызға. Аман есен елімізге оралдық, шүкір Аллаға. Неше түрлі қызықтар болды, енді жаңа көргендеріңіздей. Бірақ ничего, бас аман-есен жеттік, содан қуандым. Сол енді үйімізге келіп, өз үйім өлең төсегім деп жатырмыз кәдімгідей. Келдік та ұйықтадық, қолдан кішкене шаршадық, шыны керек. Ансарда ұйықтап, бәріміз ұйықтап, ұйқымыз қандырып, енді жұмыстарымызға кірісейін деп жатырмыз. Біраз жұмыстарымыз күтіп қалды, бір екі күндік шаруалар көп бізде бұйырса. Сол, қазір енді үйдеміз. Күн деген Алматыда ыстық екен, бірақ таңертең кішкене салқын болып тұрған болатын. Қазір енді не істейін деп жатырмыз сол. Майда шүда тілектер. Сіздер не істеп жатырсыздар, не жаңалық болып жатыр? Ал әңгіме айтайық. Суымыз бар досым, арасында анау бар, мынау бар әйтеуір жігіттердің көңіл күй түспесін деймін. Досым, бәрі дұрыс қой мен жақтан. Минус жоқ па біз жақтан? Жоқ, қой досым. Болды досым, ас болсын. Жігіттер ас болсын, алып қойдың басын жағын айыр жіберейік. Бисмилля деп.